Саламатсыздар ма, әріптестер? Орал қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің биология мұғалімі, мұғалім эксперт Аймұхан Нұркен Мұхитұлы. Мен бүгін сіздерге қашықтан оқыту жағдайында Edmodo.com платформасының мүмкіндіктерін таныстырғым келіп тұр. Мүмкіндіктермен өз тәжірибемде 3 жыл көлемінде қолданып келемін. Бұл платформада қандай ерекшеліктер бар екенін айтып кетсем, басқа платформаны салыстырғанда бұл платформа ақысыз. Бұл платформада командалар құрасыз, сыныптар, оқушыларды тіркейсіз. Бұның ерекше артықшылықтарына тоқталатын болсақ, мазмұны цифрлы форматта платформа оқушыға жеткізілуі, жеке пошта, флешка қажетсіздігі, контентті жас ерекшеліктерін ескере отырып ұсынасыз. Қашықтан кез келген гаджет арқылы қолжетімділік бар. Ыңғайлы уақытта білім алу, цифрлы көрнекілік, кері байланыс беруге болады, формативті бағалау тапсырмаларын жүктеуге болады, уақыт үнемдейсіз және өзіңіз жүктеген қалыптастырушы бағалау, құрастырған тест жұмыстарыңызды артынан жөндеуге мүмкіндік береді. Ол өз кезегінде қағаз үнемдеуге әкеліп соғады. Edmodo.com платформасына тіркелу үшін Edmodo.com браузерде жазу керек адреске. Одан кейін зарегистрация батырмасын басасыз. Сосын тиісінше сіз мұғалім немесе оқушы таңдап тіркелесіз. Мен енді бүгін осыған байланысты биология 7-ші сыныпта оқу мақсаты жануарлар онтогенезінің тура және түрленіп даму түрлерін салыстыру, оқу мақсатынан қалай жүзеге асыру болатынын көрсеткім келеді. Келесі кезекте мен сіздерге Edmodo платформасында осы жоғарыда айтылған оқу мақсатына оқушылар қалай жұмыс істейтінін көрсеткім келеді. Бірінші кезекте біз осы оқу мақсатына қатысты видеомен бөлісе аламыз. YouTube, Blendle, тағы басқа сайттардан. Осы тақырыпқа қатысты презентация аламыз. Осы тақырыпқа қатысты қалыптастырушы бағалау, практикалық жұмыс енгіземіз. Өзіңіз көріп отқандай, осы тақырыпқа қатысты видео, презентация және практикалық жұмыс тапсырмасымен оқушылармен бөлістім. Оқушылар осы тапсырмаларды қарап, орындап болғаннан кейін кез келген оқу мақсаты балдардың қалай игергендігін тексеру үшін біздер оқушылармен бағалау жұмысын жүргіземіз. Осы платформада қалыптастырушы бағалау тақырып бойынша немесе тарау бойынша жүргізуге болады. Бұл платформада тест құрастыруға болады, әртүрлі қалыптастырушы бағалау құрастырады. Соның бір мысалын мен сізге көрсетейін. Бұл жерде оқушылар үй тапсырмасын орындады, тарау бойынша сұрақтарға жауап берді. Мысалы, мына оқушыны қарасақ, тест жауаптарын бұрыс дұрыс орындағанын көре аласыңдар. Бұл жерде қарап отырсақ, тест сәйкестендіру тапсырмалары бар және толық жауапты тапсырмалар беруге болады. Одан кейін қысқа жауап тапсырмалар беруге болады. Осы жерде көріп отырсаңыз, біз жауапты мысалы 2 балдық тапсырма болса, правильности 2 балл алады, неправильности 0, частично жартылай берсек, біздер 1 балл береміз. Енді әріптестер қорыта келсек, Edmodo платформасының біршама артықшылықтары бар. Мысалға, бұл жерде тест тапсырмаларын құрастыруда өте ыңғайлы. Бір жауапты тест, көп жауаптары бар тест, салыстыру тапсырмаларын құрастыруға болады. Формативті бағалау жұмыстарын жүргізуге болады. Және оқушылармен презентация, видео және басқа да ссылкалармен бөлісуге мүмкіндік бар. Және тек қана дербес компьютерден емес, оқушылар өздерінің смартфон, мобильді телефондарынан кіре алады. Бұл өз кезегіндегі бұл платформаның артықшылығы. Назарларыңызға рахмет.